Таңғы асқа керемет сэндвич жасаймыз. Ол үшін бір үзім нанды алып, шетіндегі қатысын алып тастаймыз. Сыр қоямыз, колбаса, қайтадан сыр, және бетіне тағы бір нанды жабамыз. Бір жұмыртқамен аздап сүт араластырып, сосын шетіне жағамыз нанымыздың. Сосын екінші нанымызды қоямыз. Осылай кішкене жапсыруға болады. Одан кейін жаңағы жұмыртқа мен сүтімізге жақсылап батырып, табада қуырып аламыз екі жағынан. Дайын. Ас болсын.